Түнгі Астана. Сыртта бәрі тыныш сияқты. Қала ұйықтап жатты. Көшедегі шамдар ғана әлсіз жарық беріп тұрды. Бірақ сол түні бір мейрамхананың қабырғасы артында бір әйел өмірі үзіліп жатқанын ешкім білмеді. Бұл жай ғана отбасылық жанжал емес. Бұл бүкіл Қазақстанды дүр сілкіндірген іс. Бұл билік, ақша, әсер және жазасыздық туралы оқиға. Бұл Салтанат Нүкенованың өлімі. Бұрынғы министр, элитаның өкілі, бір кезде мемлекеттің ең ықпалды адамдарының бірі болған Қуандық Бишімбаев, ал қарсысында 31 жастағы Салтанат Нүкенова. Сол түні не болды? Не үшін ешкім жедел жәрдем шақырмаған? Не үшін бейне жазбалар өшірілді? Не үшін бұл іс бүкіл елдің ашуын тудырды? Бұл Қазақстан тарихындағы ең резонансты сот процестерінің бірінің толық хронологиясын көресіздер. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Арнаға жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал осындай резонансты істер туралы толық талдауларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Қазір бәрін басынан бастаймыз. Салтанат Нүкенованың өлімі Қазақстандағы ең резонансты қылмыстық істердің бірі. Бұл іс бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев, оның азаматтық жұбайы Салтанат Нүкенова арасындағы қайғылы оқиғадан кейін қоғам назарын толық өзіне аударды. Істе екінші айыпталушы ретінде Бишімбаевтың туысы Бақытжан Байжанов та болды. Ол қылмысты жасырды деп айыпталды. Қуандық Бишімбаев Қазақстандағы ықпалды шенеуніктердің бірі болған адам. Ол 2016 жылы ұлттық экономика министрі қызметін атқарды. Бұған дейін президент әкімшілігінде Самұрық Қазына, Бәйтерек секілді ірі құрылымдарда жұмыс істеген. Оны Назарбаев дәуіріндегі саяси элитаның өкілі деп айтады. 2017 жылы Бишімбаев аса ірі көлемде пара алды деген күдікпен ұсталды. Тергеу барысында миллиардтаған теңге жымқыру схемасына қатысы бар екені айтылды. 2018 жылы сот оны жемқорлық бойынша кінәлі деп танып, 10 жылға бас бостандығынан айырды. Алайда 2019 жылы мерзімінен бұрын босап шықты. Түрмеден шыққан соң оның екінші әйелі Назым Қаһарман онымен ажырасты. Оның айтуынша Бишімбаев өте қызғаншақ, агрессивті әрі өзін әрқашан дұрыс санайтын адам болған. 2022 жылы Қуандық Бишімбаев Астанада Салтанат Нүкеновамен танысты. Салтанат бастапқыда бірнеше рет бас тартқанымен Бишімбаев оның артынан қалмай жүріп, кейін екеуі жақындаса бастады. 2022 жылдың 16 желтоқсанында олар мешітте неке қидырды, бірақ ресми түрде заңды некеге тұрмады. Сот материалдары бойынша Бишімбаев уақыт өте келе Салтанатты толық бақылауға алған. Ол оған туыстарымен араласуға, достарымен кездесуге шектеу қойған. Телефон қоңырауларын, хаттарын, жүрген жерін тексеріп отырған. Сонымен бірге жұмыс істеуге және табыс табуға қарсы болған. 2023 жылдың сәуірінде Бишімбаев Салтанаттың туыстарында оның көрген суреттері бар екенін білген. Кейін әйеліне қысым жасап, жеке сипаттағы видео түсіруге мәжбүрлегені айтылады. Салтанат бірнеше рет кетуге тырысқанымен қайта оралып жүрген. 2023 жылдың қазан айында Салтанаттың миына қан құйылғаны анықталады. Сараптама кезінде бұл жарақат бұрынғы соққылардан пайда болғаны айтылады. 2023 жылдың 8 қарашасында екеуі Астанадағы Дима Билан концертіне барған. Сол жерде жанжал шығып, кейін олар Бау мейрамханасына барған. Тергеу нұсқасы бойынша сол түні жанжал күшейіп кеткен. Салтанат Бишімбаевқа одан кететінін айтқан. Ол тіпті ағасына хабарласып, түнде соның үйіне баратынын жеткізген. Бірақ Бишімбаев оны жібермеген. Кейін мейрамханада үлкен жанжал басталған. Айыптау тарапының мәліметі бойынша Бишімбаев Салтанатты ұрып соғып, балағаттаған. Бір уақытта әйел дәретханаға тығылмақ болған. Бірақ Бишімбаев есікті бұзып кіріп, оны тұншықтырған. Сот материалдарында оның бірнеше сағат бойы әйелін аяусыз ұрғаны айтылады. Сараптама қорытындысы бойынша Салтанат көптеген ауыр жарақат алған.
басы, беті, денесі қатты зақымдалған. Өлімге жабық бас ми жарақаты себеп болған. Тергеу кезінде Бишимбаев әйелінің мас болғанын айтқан, бірақ сараптама оның ауыр мас күйде болмағанын көрсетті. Сонымен қатар өзі құлап жарақат алды деген сөздерді де сарапшылар тарапынан жоққа шығарылды. Ең маңызды дәлелдердің бірі Бишимбаевтың телефонынан табылған видеолар болды. Ол видеоларда оның салтанатты ұрып жатқан сәттері жазылған. Бейнежазбаларда салтанаттың әлсіреген дауыспен сөйлеп отырғаны, ал Бишимбаевтың оны қорлап, қысым көрсеткені көрінеді. Сот кезінде бұл видеоларды көрген кейбір адамдар жылап жіберген. Алқабилердің арасындағы бірнеше әйелдің жағдайы нашарлап кеткені айтылады. 2023 жылдың 9 қарашасында кешкі уақытта жедел жәрдем шақырылған. Дәрігерлер келгенде 31 жастағы Салтанат Нүкенова қайтыс болған. Сол күні Қуандық Бишимбаев ұсталды. Кейін оны туысы әрі мейрамхана директоры Бақытжан Байжанов та қамауға алынды. Тергеу мәліметі бойынша ол бейне бақылау жазбаларын бір бөлігін өшірген және Салтанаттың телефонын үйіне апарып тастаған. 2024 жылдың наурызында Астанада сот процесі басталды. Бұл Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты алғашқы тікелей эфирде көрсетілген соттардың бірі болды. Сотқа алқабилер қатысты. Іс бүкіл Қазақстанда үлкен резонанс тудырды. Сот отырыстары миллиондаған адам интернеттен бақылап отырды. Бұл процесті BBC сияқты халықаралық басылымдар да жариялады. Сот барысында Бишимбаев кінәсін толық мойындамады. Ол салтанатты қызғаншақ, эмоцияға берілетін адам ретінде сипаттауға тырысты. Қорғау тарапы қасақана өлтіру емес деген нұсқаны алға тартты. Айыптау тарапы болса, оның әйелін ұзақ уақыт бойы жүйелі түрде ұрып, соққанын және соңғы түні ерекше қатыгездікпен өлтіргенін дәлелдеуге тырысты. 2024 жылдың 13 мамырында сот үкімі шықты. Қуандық Бишимбаев ерекше қатыгездікпен адам өлтіру және азаптау баптары бойынша кінәлі деп танылып, 24 жылға бас бостандығынан айырылды. Бақытжан Байжанов 4 жылға сотталды. Бұл іс Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесін қоғамда бұрынғыдан да қатты көтерді. Елде митингілер өтті. Көптеген әйелдер өз оқиғаларын жариялай бастады. Кейін халық арасында салтанат заңы деп аталған заң қабылданды. Ол тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін жазаларды күшейтуге бағытталды. 2024 жылы Салтанаттың ағасы Айтбек Амангелді тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына көмектесетін еріктілер желісін құрды. Кейін Салтанат Нүкенова қоры құрылатынын жариялады. Салтанат Нүкенованың өлімі Қазақстан қоғамындағы ең ауыр әрі есте қалатын істердің біріне айналды. Бұл оқиға елдегі тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыбын жаңа деңгейге шығарды. Бүгінгі видео осымен аяқталады. Бірақ бұл істің ізі Қазақстан қоғамында әлі ұзақ уақыт ұмытылмайды. Бұл бір ғана отбасының қасіреті емес, бұл тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы бүкіл қоғамға берілген дабыл. Салтанат Нүкенованың есімі мыңдаған адамның есінде қалды. Ал бұл сот Қазақстан тарихындағы ең қатты талқыланған соттардың біріне айналды. Сіз бұл іс туралы не ойлайсыз? Әділ үкім шықты деп есептейсіз бе? Пікіріңізді комментарийге жазыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта осындай тарихи және резонансты істер туралы тағы да видеолар шығатын болады. Келесі видеода кездескенше. Достар, осындай оқиғалар сіздерді қызықтыратын болса, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.